Бүгін мен сіздерге құймақтың рецептісін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне құмшекерді қосып араластырамыз. Сүт қосып тағы да араластырамыз. Енді ұнды електен өткізіп қосамыз. Үстіне тағы да сүт қосып біркелкі болғанша араластырамыз. Екі қасық пісте май қосып араластырамыз. Енді құймағымызды пісіріп аламыз. Қызып тұрған табаны майлап, үстіне құймағымыздың қамырын құйып пісіріп аламыз. Біздің құймағымыз дайын болды. Келесі видеода пиццаның рецептісін ұсынатын боламын. Сондықтан арнама жазылып, лайк қойып кетіңіздер.